Қасиетті Рамазан айында ораза ұстағандар үшін құрмамен ауыз ашу сүннет. Ал медицина тұрғысынан қарағанда, күні бойы нәр тартпаған адамға аталмыш жемісті жеу денсаулық үшін өте пайдалы. Себебі құрма 70% судан тұратындықтан ауыз ашқан адамға бірден көп мөлшерде су ішпеуіне жағдай туғызады. Ал дәрігерлер құрама фруктозаға бай құрманы жеген адам әлсіремейді әрі шаршамайды деп түсіндіреді. Видеоның соңына дейін көріңіздер, сіз естіп білмеген ақпарат барына сенемін, және біздің каналда 98,8% адам каналға жазылмай көреді. Сол себепті каналға жазылып, лайк басып белсенді болыңыздар. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғанда ең үлкен көрсеткіш болып табылады. Есте болар жайт, құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп, бірнеше жыл бойы өмір сүре алатындығын анықтап отыр. Ашығу диетология саласындағы беделді маман Доусон бір құрма мен бір стакан сүт адамның ағзасын бір күндік қажетті заттармен қамтамасыз ете алады деген тұжырым жасаған. Жалпы адамның ағзасында құрманың дәрумендер мен минералдарды заттардың қалай әсер беретіндігіне бірнеше мысал келтіреміз. Құрманың құрамындағы окситоцин деген химиялық зат заманауи медицинада босанған әйелге жәрдем беретін препарат болып табылады. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дереккөздер бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы, босанғаннан соң окситоцин ана ағзасында сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Сонымен қатар құрмада ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыратушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін жақсартып, жылу күшімен қамтамасыз етеді. Қан құрамындағы қанттың көтерілуі бірнеше сырқаты бар жандар үшін өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті. Қан құрамында қанттың көбеюі үш құрылысқа зиян тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүрек бұлшық етінің жүйке талшықтарының қызметі бұзылады. Құрмада көптеген дәрумендер және минералдар бар. Олар жасұныққа, майға, ақуызға бай. Құрмада минералды заттардың натрий, кальций, калий, магний және темір, фосфор сияқты элементтер бар. Сонымен қатар құрманың дәнінде А дәрумені, бета-каротин, В1, В2, В3 және В6 дәрумендер кездеседі. Ғалымдар құрманың адамның жүйке талшықтарының қызметінің жақсаруына тигізетін әсерін ерекше айтып өтеді. В6 дәруменінің адам ағзасына беретін әсерін зерттеген Беркли университетінің дәрігерлері құрманың құрамында В6 дәрумені жүйке жүйесін жақсартып, құрамдағы магнийдің бұлшық еттің жұмысына маңызы зор екендігін анықтады. Сонымен қатар, құрманың құрамындағы магний бүйрекке ең пайдалы зат. Күніне 2-3 тал құрма жеген адам ағзасына қажетті магнийдің тәуліктік мөлшерін алған болып есептелінеді. В1 және В2 дәрумендері ағзадағы ақуыздың, көміртектің және де майладың ыдырауын қамтамасыз етіп, жасушалардың жаңарып отыруына әрі ағзаның керекті күш-қуатпен қамтамасыз етеді. Құрманың нәрлілігі адам ағзасына қажетті минералды заттардың құрамына байланысты. Мысалға алатын болсақ, жүкті және бала емізетін әйелдерге ең қажетті зат фолий қышқылы. Бұл қышқыл ағзадағы жаңа жасушаның түзілуіне қатысушы маңызды дәрумен. Келесі темір. Құрамындағы тағы бір минерал, ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттерді түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмірқышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай, сондықтан күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болып есептелінеді. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаққа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуына қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Құрманың тағы бір ерекшелігін атап өтетін болсақ, ақуыздың көп мөлшерде болуы. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы, себебі 2,2% ақуыздан тұрады. Ақуыздар ағзаны жұқпалы ауруды қозғаушы қызметін атқарады.
ақуыз өзге жемістерде мұндай көлемде болмайтыны белгілі. Осы бір ерекшелігінің арқасында құрмалар ағзадағы дерттерге, жұқпалы ауруларға қарсы тұрып, жасуша қызметін жақсартып, ағзадағы суды реттеп отырады. Мысалы, ет өте құнарлы ас болып табылады. Алайда адам ағзасына құрманың беретін дәрумендерін бере алмайды. Әсіресе жаңа піскен кезінде бұл жеміс дәрумендер мен минералдарға бай болады. Сонымен қатар қазіргі таңда ет адам ағзасына қауіпсіз деуге келмейді. Бұл ауыр тамақ және оның қорытылуына көп уақыт қажет. Сондай-ақ адам ағзасына уыт пен холестериннің жиналуына әсер етеді. Ал құрма өз кезегінде өсімдіктер мен жемістер секілді ағзаға пайдалырақ болып табылады. Құрма онкологиялық ауруларда, туберкулезді емдеу кезінде және ми қызметін жақсарту мақсатында қолданылады. Арықтағысы келіп, алайда тәттіден бас тарта алмай жүрген адамдар конфеттің орнына құрма қолданса болады. Себебі олардың тәттіге қарағанда дәрілігі аз болып келеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 10 түйір құрма адамға магнийдің, мыстың және күкірттің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді екен. Аш қарынға жегілсе, ішектегі құрттарды өлтіреді. Ал құрма бауырды қуаттандырады, асқазанды тазалайды, әлсіз бүйректі күштендіреді. Мысалы, құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы, яғни бронхит сияқты тыныс жолдарына шипа. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жасады. Және де ең қызықты факт, құрма сүйектерін үгітіп, кофе қып қайнатып ішсеңіз, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады. Сонымен қатар, беттегі түрлі дақтарды, яғни босанғаннан кейін әйелдерде болатын күнге күйіне қалған дақтарды кетіріп, бет пішінін қаз қалпында сақтайды, және де әжімнің тез түсуінен қорғайды. Сонымен қоса, құрманы жатарда алдын ала жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. Күнімізде медицина құрманы бір күнде ең көп дегенде 3 және 5 тал жеуге кеңес береді. Видеоларды жақындарыңызға бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесіде пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.